Қазақстан әлемдегі ең үлкен мемлекеттердің бірі. Күн сайын мыңдаған азамат шұғыл медициналық көмекке мұқтаж болады. Бірақ өкінішке орай, дер кезінде оны ала алмайды. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы шұғыл медициналық көмек көрсететін ұйым. Әрбір минуты қымбат ұйым. Санитарлық авиация қызметтің келесі түрлерін көрсетеді. Пациенттерді тасымалдау, консультациялар мен ота жүргізу үшін жоғары білікті мамандардың әуе көлігімен өңірлерге жеткізу, сондай-ақ донорлардың органдарын тасымалдау. Республика аумағында санавиациядан басқа санавиация қызметі шекті межедегі ахуалдағы Қазақстан азаматтарын шетел емханаларынан Қазақстанның емханаларына тасымалдауды қамтамасыз етеді. Біз әуе кемелерінің әр түрін қолданамыз. Бұл медициналық көмектің уақыттылығы мен қолжетімділігін, оның ішінде ұшу-қону жолақтары жоқ жерлерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 2019 жылдың басынан санитарлық авиацияны санында медициналық қызметтерді көрсету үшін 1756 ұшу орындалды. 2446 медициналық қызметтер көрсетілді. 1606 пациент тасымалданды. 329 консультациялар және 151 ота жүргізілді. 360 телемедициналық консультация ұйымдастырылған. Жалпы алғанда біз 2189 науқасқа санитарлық авиация түрінде медициналық көмек көрсеттік. Оның ішінде 276 акушерлік гинекологиялық патологиясы бар әйел. Қазақстанның 17 азаматын шетелдік клиникалардан тасымалдау үшін 14 ұшу жасалды. Сондай-ақ донорлық органдарды тасымалдау үшін 6 ұшу болды. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы сіздің денсаулығыңыздың сақшысы.